Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода 38 жылдық еңбек өтілі үшін табысы төмен болған жағдайда және табысы орташа болғанда қанша зейнетақы тағайындалады, сол туралы жалғастырайын. Енді ынтымақты зейнетақы үшін бізде табыс ең маңызды көрсеткіш болып табылады. Сол себепті біз егерде табысы жоқ болса, біз минималды зейнетақы мөлшерін аламыз. Мынау кестеде табысы жоқ деп алынған жағдайда 218 жылдық еңбек өтілі үшін 30.770 теңге зейнетақы тағайындалады. Ал максимально начисление деген кестенің астына қарасаңыздар, 61.048 теңге, егерде табыстарыңыз 100.000 теңге болған жағдайда тағайындалатын сума болады. Яғни 62 жылы туған кісі 17 жасынан бастап оқу орнына түскен жағдайда 218 жыл еңбек өтілін жинайды. Көрсеткішке бізде қатарынан 3 жылдық табысы жоқ болса, немесе аз болған жағдайда 30.770 теңге тағайындалады. Егерде 3 жылдық табысын орташа көрсеткіші 112.000 теңге немесе 100.000 болған кезде 61.000 теңге зейнетақы тағайындалады. Келесі көрсеткіш базалық зейнетақы 100% көрсеткіште болады. Себебі базалық зейнетақы үшін бізге 30 жылдық еңбек өтілі болса, соған біз 100% базалық зейнетақы алатын боламыз. Енді мемлекеттен алынатын зейнетақы мөлшері, егер табысы болмаса, 71.337 теңге болады. Егер табысы 100.000 теңге көлемінде болған жағдайда 101.615 теңге зейнетақы тағайындалады. Осыдан берілетін сума сіздердің жинақталған сумаңызға байланысты көрсеткіш болып табылады. Осы ретте айта кететін, еңбек өтілі жақсы болғанымен табысы реттеу арқылы сіздер зейнетақы мөлшері де басқа суммада болады. Консультация бойынша номеріме хабарласыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.